Сәлеметсіздер ме оқушылар? Бүгінгі жаңа сабақ 53-ші сабақ табиғат сипаты. Не жауып тұр? Оқушылар, біз бұл өлең жолдарын суретпен түсініп көрейік. Қоюланып қара бұлт, төкті көктем жаңбыры, шыға алмай далаға, отыр елдің барлығы. Яғни, көктемде жаңбыр жауып жатыр. Аспанда бұлттар қап-қара болып түнеріп тұр. Ал адамдардың барлығы далаға шыға алмай үйлерінде отыр екен. Нан жауып тұр, нан жауып, деді көкем көңілді. Өзі соған таңғалып отырғандай көрінді. Көкем айтты: далада нан жауып тұр, нан жауып жатыр дейді. Өзі де соған таңғалып отырған сияқты. Сүт жауып тұр, сүт жауып, деді апам қуанып. Тегін аққа жұрт қарық болатындай бір ауық. Ал апам айтты: далада сүт жауып тұр, сүт жауып тұр деп қуанды. Елдің бәрі тегін сүтке қарық болатын сияқты. Нұр жауып тұр, нұр жауып, деді әпкем жымиып. Қолда ұршығы зыр қағып, отырған жіп еріп. Ал әпкем айтты: далада нұр жауып тұр, деді. Осы сәтте өз сөзін көкем қайта жалғады. Шаш етектен өссе егін, сол ғой нанның жауғаны. Апам сондай емес пе ойлайтыны мал қамы? Сиыр тояр көгессе, сол ғой сүттің жауғаны. Көкем қайтадан сөзін жалғайды. Егер мол өте көп егін өссе, сол емес пе нанның жауғаны? Егер шөп мол болса, сиыр көкке тояды. Одан кейін сүтті мол береді. Сол емес пе сүттің жауғаны дейді. Шешіп ойын жұмбақша, әпкем тағы сайрады. Қырды қызыл гүл жапса, сол ғой нұрдың жауғаны. Ал әпкем айтты: қырда қызыл гүлдер көп болса, сол емес пе нұрдың жауғаны, дейді. Сөзді бөлмей тыңдадық, шуламадық, күлмедік. Сыртта жаңбыр тұр жауып, елге нан сүт нұр болып. Оқушылар, сіздерге сабақ түсінікті болды ма? Жаңбыр жауған кезде бізге нұр да болады екен, сүт те болады екен, нан да болады екен. Сабақ түсінікті болса, суретті әдебиет каналына тіркелейік.